Бір күнде тағдырыңды өзгертуге бола ма? Бір түнде өміріңді өзгерте аласың ба? Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды. Оқуда озат, ән күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәдені айқындалып, сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны, мұның үйінің маңайы ысқырған бозбалаға толып кетеді. Шешесі, ысқырмаңдар, іштеріңе жел толды ма деп, қолына түскен нәрсемен түбіт мұрт жеткіншектерді қуумен әлек. Кілең желөкпенің назарын үйіргенге қызда үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда, борбайына бозқұрт біте бастаған небір айбозым айға қарап болған көкбөрінің күйін кешетін. Арман Алматыға оқуға бару. Аттестатын алып енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай ұршығын иіріп отырған күйі үзіліп кете барды. Бірінен кейін бірі соққы жас қызды есеңгіретіп тастады. Бірге оқыған Асқарды іштей ұнататын. Ол мұндай аруға қолым қайдан жетеді деп жүрексінді ме, Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көрші үйдегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қояды, етті де жіліктеп, табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын ысырып тастап, осы үйден табылады. Шыққыр көзі қайдан көріп қалғанын, кешқұрым ала сиырдың бұзауын айдап келе жатып, клубтың алдындағы ағаш орындыққа Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғанын көрді. Жүрегі быт-шыт, долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енесінің бауырына жіберді де, тамақ ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жасқа шыланды. Төбеге қарап бір нүктеге қадалып, сүлесоқ кейіпте іштей арпалысты. Сықыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. Кім бар ей? Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдырлатып Самат ішке енді. Жарықты жақпақ болып, оң жақ қабырғадағы түймені түртпектей бастап еді. Айсұлу ақырын ғана жақпай-ақ қой деді. Самат состиып тұрып қалды. Бер жақындашы. Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қарай елпеңдей бергенде сүрініп кетіп, төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа, басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. Сен мені аласың ба? Мен сені. Саматтың одан ары сөйлеуге шамасын келтірмей, Айсұлу жігітті құшағына тартты. Көзінен, мұрнынан, ерінен аймалап сүйе бастады. Өзі тортпақ келген жастайынан қарулы Самат, армандап жүрген аруы ойда жоқта құшағынан табылғасын жемтігіне шүйліккен бүркіт құсап аш көзден ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті, бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап біреудің тағдыры өзгере ме? Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі атты әңгімесінде әуре боп неге бітті, ажар көріп деген өлең жолдары бар ғой. Құдды сол тәрізді. Алла тағала да Айсұлуға айрықша ажар көрік сыйлаған еді. Нағыз ай қабақ алтын кірпік қызыл ерінің өзі. Үлбіреген ақ жүзі, ағынан қарасы көп көзі, қыр мұрны мен белуарына түсетін қолың шашы, бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетіпті деген хабарды естіген күннен бастап Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс той томалаққа барып жүріп, Самат та ақаңды сілейтін болды. Қызғаныштан Айсұлудың бетіне әлдебіреу сәл қарап қалса болды. Самат шиыршығат шыға келеді. Көзі ақиланып, 200 грамдық қырлы стаканға толтыра қойылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айқай, бұқпырт төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсұлу ондай жерге бармайтында болды. Бойына піна біткелі келіншек өзгеше ермек тапты. Магнитофоннан әдемі музыка тыңдайды. Көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той томалақ отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовоз астында ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенге жүрге мілінеді дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, сиырдың бір жілігін ала келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанына іштей қуанып жүрсе керек. Бір күні ауданға барып, әдемі коляска сатып әкелді. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұл тусаң, атын Ахат қоямын. Ахат Саматович болады. Совхоздың директоры болады. Өзің көлік айдайсың, рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмай ма? Енді кішкене нетіп,
Нетпейтін күнің бола ма осы? Айсұлу даусы қатайған сәтте Самат сырғақтап зыта жөнелді. Сыйлағаны шығар, сүйгендіктен бе? Сөйтіп жүргенде СССР тарқап кетті, совхоз да тарады. Дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жаңбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Шуден басқа не? Есіктің алдындағы қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналдырса шыр айналдырады. Бір күні ойда жоқта үйдің маңынан гүр етіп бір мәшіне келіп тоқтады. Күйеуім келген шығар деп алаңдай басып сыртқы есікке беттеген. Келген Асқар екен. Қызу. Айсұлу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар, үйіңе бар. Көршілерден ұят болады. Ұят-мияттың әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін деп, жақсы көремін деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын. Аяғым ауыр. Білем бәрін. Еркек таппағандай сен Саматқа неге шықтың, а? Өлтірейін бе оны? Асқар, қой деймін, елден ұят. Ойнастарыңның үстінен түстім бе? Қайдан шыққаны белгісіз, сайтандай сап етіп Самат та келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Нақ әкеңнің аузын, нағыз оңбаған екенсің. Ұсталдың ба бәлем? Мен жай келдім, кетем қазір. Иттің баласы, қолыңда өлейін, біреудің қатыныңда нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармасып қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажырата алмай Айсұлу әлек. Екеуінің де бет-аузы быт-шыт болды. Саматтың сойдақ тісінің бірі түбінен сынып, сырт етіп есік алдында жатқан қаңылтыр ит аяққа түсті. Асқардың көз алды көккүмбек болып, оң қабағы жарылды. Қойыңдар, тоқтаңдар, қалың елге масқара болдық қой деп Айсұлу жылап жіберді. Айсұлудың жылағанын көріп Асқар шегіншектеген бетте көлігін от алдырып үйіне қарай жылыстады. Солғын баса алмай селкілдеп отырған Самат келіншегін соққының астына алды. Мә саған қаншық көрсетем саған ойнаш жасағанды. Ішім сезбеді. Самат, мен саған адалмын, баламыз болады. Кімнің баласы екенін ит біле ме? Көзімнің тірісінде бақырайтып қойып, ойнаш жасайсың атаңа нәлет. Мә саған, көзіңе көк шыбын үймелетемін. Үсті-үстіне ұрғылап жатыр. Айсұлу үшін ұстаған күйі екі бүктетіліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қан үйілген Самат жаса елдің ішінен теуіп тастады. Көрші Егеубай ақсақалдың ескі москвичмен есінен танып қалған Айсұлуды Самат аудандық ауруханаға апарды. 3 сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалағанын күтсе керек. Көк халатының түймесін ағытып, реанимациядан шыққан дәрігер сұсты жүзбен, оқты көзбен Саматқа қарады. Сіздің әйеліңіз бе? Дәрігер, жағдай қалай, тірі ме, бала ше? Баланың өмірін сақтай алмай қалдық. Анасының жағдайы ауыр. Жаны аман қалса болды. Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көз қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлдебіреу қос қолдап ұрғандай есеңгіреп отырып қалды. Сіз неткен сұлусыз, айдай сұлу Айсұлу, жан дүниесі Байсұлу. Осыған дейін ауылда көрінбей жүрген Қайсұлу. Үстіне ала пиджак киген, ал қызыл галстук таққан ақын, ауданға келген құрметті мейман. Рюмкаға меймілдете қойған коньякты тік тұрып тартып жіберді. Тіске басарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді, әбден кісі күтіп, әккі болып қалған аудан басшысының орынбасары шаншықшыға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына тоса қойды. Қолын шаяр-шаймастай қылғытып жұта алған ақын қойын кітапшасын суырып алып тамағын кенеді. Ақиқатты айтсын деп тіл берілген, солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым, рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Оқыңыз, мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірді де арнауға болады. Зәмәкім зуылдатып жатыр. Так, оқиын. Осындай әдемі қыздарға өлең арнамасам, несіне ақын болып жүрмін? Жанарың жауһар жүзің, гауһар жарығым. Ақ дидардан тектілікті таныдым. Періштедей үлбірейді ақ жүзің. Сенсіз мынау өмірімнің бәрі мұң. Қалай, керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам ішейін деп ішеме. Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не только арақ, у да ішуге болады. Айсұлу, аздап алшы. Бір-екі ұрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкімде қыстай түсті. Алмасаңыз ренжимін. Сіз үшін неге болса да даярмын. Алып қойыңызшы. Ақын да өлердегі сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылғасын онсыз да қам көңіл жүрген келіншек
кісі көңілі қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тос сайын лепіріп өлең оқыды. Махаббат жырлары, жүрек қылын шерткендей, бәрі сұлу келіншекке арналғандай. Біраздан соң Айсұлудың басы айналды. Сыртқа шыққысы, үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзіңмен бір әңгіме бар. Анау бөлмеге барып сөйлесейікші. Айтарыңды айта бер. Бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті. Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі рет сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт. Бүгінде жанын қоярда қоймай, осында ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді. Депутаттыққа түсіп жатыр. Кейін көмегі болады. Қасында болшы, шығармашылық адамы деген бөтен ғой. Оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ. Жылы қабақ болса жетеді деп өлердегі сөзін айтқан. Самат вахтада. 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын. Бар тапқан таянған достармен қосылып алып, арақ пен картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған. Оның үстіне бұл ақынның аты да, туындылары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын. Аз кем отырып, қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Айсұлу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сені ұнатып қалды. Қасында бол. Қазір кетемін. Екеуің сырласып, өлең тыңдап отырсаңдар. Ақыңды жемеймін. Мынау $100 ал. Мен ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім-ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буы ма әлде мына өмірден әбден запыста болған көңілін сергіткісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жайнады. Жаным, айым, күнім деп еркелете бастады. Небір сұлу сөздің кестесін тоқып ақ жатыр. Еш қинаусыз, жалынып жалпуысыз бір-екі рюмка тартып та жіберді. Өмір естімеген жалынды сөздерден де бас айналды. Самат байғұс мұның бірін де айтпады ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымынан өбіп, анарын қысып, аймалап сүйе бастағанда Айсұлу маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ. Денесі оттай ысып, демі бітіп, әлеуетті еркектің дегеніне жетпей қоймасын да сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайын төсін тегістеген ақын тән рахатына бөлеудің талай тәсілін біледі екен. Әуел екі көзден кезек-кезек сүйісе болар ма? Құлағынан небір құшыр қандырар әдемі сөздерді сыбырлай айта ма? Ерінен үзіле сүйе ме? Құдай-ау, Самат жолдан көрмеген аймалау амалдарына жан рахаттан тәнті болғандай күй кешкен несі? Бір қолмен анарын, екінші қолмен бөксе тұсын сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігінде ерке қимылдар жасап, қатайған денесін босатып, дел-сал қалыпқа келтірген еркек сұлу келіншектің кепкен аңқасын қандырудың барлық амалын жасап ақ жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып, қор ете түсіп қалатын күйеуінде емес, басқа әлем, басқа ырғақ, басқа күй. Келіншек ыңырсып, ыңқылы күшейіп, үстіндегі еркектің әр қимылынан ләззат алып, екі көзін жұмған күйі елтіде де қалды. Қиялы шарықтап, Асқар екеуі әлдебір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашып жүгіре басып жүргенде ме қалай? Теңіз толқыны екеуінде кезек-кезек тербетіп жатқан сияқты ма өзі? Оттай ыстық демге шарпылып тынысы бір бітіп, бір үзіліп кеткендей ме? Жағада екеуі де анадан туғандай. Аймаласа қалғанда ұят, пұят атаулыны асау теңіздің толқыны жұтып жасырып қойғандай. Апырау, мұндай да болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгенде тез, кеткенде тез. Әйелдік іңкәр, әлемнің қақпасы ашылғандай. Сол қақпаға ешкімнен ұялмай, қызармай Хауа ананың көйлегін киіп кеткендей. Адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей. Әлде бір нәзік, ағыс алып сек тамырдың бүлкілдете үйіріп алып бара жатқандай. Толқынға толқын қосылып, әлде әуен, әлде күй, бесікке таңылған сәбидің қалпына түсіріп, тербете түскендей. Тән рахаты осыма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай. Мүлде бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық ләззат оты біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы, осы ырғақ бітпесе екен, осы күй үзілмесе екен дегенде сайды. Ысынып, қайнатып тұла бойындағы сезім түйіршіктерінің бәрін оятып, тәп-тәтті әлемге сүңгіген сайын, ақыры не болар екен деген әлде бір үрке қосақ сезімнің жетегіне оратылып жатып,
буырғанған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кіріп кеткендей еді. Толған айдай толықсып, толар сағына шейін талықсып жатып жан дүниесін шарпыған алы оттың дәрегейіне шыдай алмастан мама деп шыңғырып жібергенін біледі. Арғы жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзін бір керім келіншек екенсің деп еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйілген жастың ағына ерік берген. Жаны жусап, тәні босап қалғандай. Мұндай да болады екен-ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын деп күбірлеп жатты. Самат вахтада жүргенде 94-ндегі әкесін көшеде өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағында қайғы бұлт үйірілді. Әке жаным-ау деп анандайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намазының алдында ғана естіртті. Бәсе, әне бір кісілер бейтаныс бұлар неғып жүр деп өзім де ойлап едім деп Самат кешірім сұрай келген автобустың адамдарын зираттан келген бетте жаппай тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің 70-сін 40-ын 100-ін тіпті жылын да айыпты тарап көтерді. Ішеді, ішкенде деп түбін түсіріп өлтіріп ішеді. Қубас Самат мен деген деп даусы тарғылданып жылайтын да бар. Кешқұрым аудан әкімінің орынбасары жылт ете қалған. Айсұлуды айналшықтап жүргенін көрген. О байғұс, күйеу не дейді дегендей Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, ато сұрағың өтіп кетеді деп Самат былш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші. Бір үйден бір адам ішсе де жетпей ме? Ол да біледі. Білгенде қайтеді. Кейде тапқаныңа 1000 теңге бере тұршы деп шиланып ақтарып сүмеңдейтін қайтерсің. Айсұлу әр отырыстан қызара бөртіп оралады. Кейде аяғын баса алмай, буын-буыннан әл кетіп, қылжаң тартып қайтады. Жоғары жақтан мейман келді десе болды. Зәмәкім жетіп келеді. Неге екен белгісіз. Мейман келді деген хабарды естіген сайын селт етіп, баяғы ақынды іздейді. Оны парламент депутаты ретінде теледидардан 2-3 рет көрген. Ақиқатты айтсын деп, тіл берілген деп, саңқылдаған даусын соңғы рет естіген. Айсұлу ғана шығар. 5 жыл депутат болып жүріп, елдің жайы туралы бір ауыз сөз айтпай-ақ кетті. Бірінен кейін бір кітабы шығып жатты. Айсұлуға арналған бірде өлеңі жоқ. Айсұлу оңашада отырып, айнаға қарайды. Баяғы ажар көрік солғын тартқан, жүзін мұң басқан. Мына дүниеде ешбір қызық қалмағандай. Ішкі күйікті коньяктың қышқылтым дәм басатындай. Мәртебелі меймандардың бәрі де келіншектің сұлулығына қызыққыш. Бұрын әйел затын көрмегенде еліккіш. Оралының барында ойнап күлу негізгі кәсібіне айналғасын. Қу жалғанның Мәжнүн талының жапырақтары да жұлым-жұлым. Асқар сол күй үйленбеді. Астанаға құрылыс бригадасымен жұмысқа кетті. Аз-маз табысын араққа жұмсайды. Әбден қызған кезде айтатыны бір-ақ ауыз сөз. Деген құстың ұясын көрдің бе? Саматта еш жоқ. Оғанда бәрібір секілді. Аузынан арақ иісі бұрқырап отырып, жаңа әлгінде айтқан сөзі. Әй қатын, енді мына 90-дағы шешемді де жолдың бойына шығарып қойсақ қайтеді. Олай-бұлай өткен КамАЗ қағып кетсе, жерлеуге керекті жарақ жабдықтың бәрін реттеп алар едік. Теледидардан осыған дейін 10 шақты орыс патшасының басын жұтқан Алла Пугачева әндетіп жатыр. Жизнь невозможно повернуть назад. Бұралаң болса да өмір жолын кері бұрудың еш амалы болмағаны ма? Әңгіменің соңы.